Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шығатын және балалардың сүйіп жейтін десерті пончикті дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтке ашытқы саламыз, кейіннен қант саламыз және 2 жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра, міндетті түрде електен өткізіп, венчикпен кейіннен қолмен қамырымызды илейміз. Соңында бөлме температурасындағы майымызды салып, тағы да жақсылап илейміз. Майымыз бен қамырымыз толықтай бір-бірімен араласып, жұп-жұмсақ бір келкі қамыр шығу қажет. Енді қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, оны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе көтеріліп, дайын болды. Енді онымен жұмыс жасауға болады, яғни пончиктерімізді дайындаймыз. Ол үшін жұмыс орнымызға кішкене ғана ұн сеуіп аламыз, сосын оны жаямыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Енді пончиктің формасын келтіру үшін, яғни домалақ болып шығу үшін, мен пиаланы қолдандым. Сіздер пиаламен де осылай кессеңіздер болады. Немесе кондитерлік домалақ форма болса, онымен де кесуге болады. Ал ортасын кесу үшін мен насатканы қолдандым. Егер сізде насатка болмаса, онда осындай кішкене баклажканың қақпағында қолдансаңыз болады. Осылай барлығын кесіп дайындап аламыз. Сосын дайын пончиктерді міндетті түрде 30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Қызып тұрған майға орташа отта осылай пончиктерімізді пісіріп аламыз. Олар 30 минуттай тағы да көтерілген арқасында пончиктердің іші шикі болып піспейді. Және де оттың орташа болуы маңыздылығы пончиктеріңіздің сырты күйіп кетпейді, және де іші жұп-жұмсақ болып, міндетті түрде пісіп шығады. Дайын пончиктерімізді осылай қағаз салфеткаға алып аламыз. Мінекей осылай ісіп, әдем болып шығады, тығыз болады. Өзі бауырсаққа кішкене келеді, бірақ дәмі тәтті болады. Енді менде қара және ақ шоколад, оларды ертіп алдым. Посыпкаға жаңғақты және кондитерлік посыпка қолданам. Енді осыларды батырып аламыз. Ыстық күйінде болатын болса, шоколадыңыз ағып кетеді, сол үшін кішкене шоколадтың суын күтсеңіз болады. Енді осылай қалауыңызша фантазияңызға байланысты әсемдей берсеңіз болады. Және тағы бір вариант ретінде ақ шоколадты 2-ке бөліп, оларға осындай бояу қостым. Біреуіне кішкене ғана қызыл қостым, осындай ашық қызыл түс болып шықты. Және де екіншісіне сары түс қостым. Осылай да әсемдеуге болады, яғни шоколадтың түсін өзгертіп, пончиктеріңізді одан да әдемі және де тартымды етуге болады. Әсіресе балдар осындай пончиктерді ұнатады. Негізінде шоколадпен, яғни посыпкамен әсемдеу міндетті емес. Барлығы өзіңіздің қалауыңызша, себебі көп адамдар осы пончикті тек қуырылған ретінде, бауырсақ ретінде жақсы көреді. Ал егер әсемдеп жатсаңыз, шоколадты қатқанша, яғни тоңазытқышқа қойды ұмытпаңыз. Осылайша біздің түрлі түсті, тартымды, өте нәзік және дәмді пончиктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Егер де менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып және тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.